Батаны қасиеті абдан ұлық. Бата бұл көктен көкірегі салынып, дилдерге бышырылып, тілге күрмеліп, күй болып айланып, ақ болып жайылып, қасиет болып дарып келеді. Біздің бабаларыбыз ұлы батаны ұлықтап, жеренеге қыттай қылып ұйысын деп, аламақ болып ағарсын деп, бүт жер шарына адамзатқа ұлы батасын жайып келген. Мен дағы 99 жылы қылым тоғышқанда феврал айылы мұны ошол вақытта оозума салып, оңдоп кеттеле, ооматқа жалғап кеттеле. Жақшылықтың жарчысы бол, адамзаттың ұзақ чыйыр изи башталды, жаңы доор башталды. Адамзатқа ақ батаны жайғын деп. Белги беріп, аян келіп, көкірек көріңіме толғып, көріңгі дүйнемді байытып өттілі. О айлан айын ошол 99 жыл феврал айында улам оозума сөз келе берді. Манастай, Айкөл атабыздай құйылғандай маға бата құйыла баштады. Мен ойлап қоям, Манас дүйнесі айтылбаса маға Бақай дүйнесі келді деп. Манасшыға Манас дүйнесін беріп атса, маға Бақай дүйнесін беріп атпы деп ой толғадым. Ошонда ойыма салып алып, көзіме көріне келіп, ақ қалпақчан зон қойған ақ қалпағы бар, оймолу чапаны бар, кемселі бар, құры бар, өтігі майрайған, өтігі менен бойы 3,5 метрден өйді, ұшындай ақ сақалы келіп, астыма тұра қалып, балам, ұлы жолың келді. Ұзақтың чиырына аттана тұрған мезгілін келді. Дилдеріңе сала берем, тіліңе күрмей берем. Қасиет болып дарый бер, бүт жұрт адамзатқа ұлы тілекте батаны жаясың деп. Ошол мезгілде айтқын қайтала деген белгіле келіп атты. Ошонда менің тырмақтың ұшынан бойыма чейін мұздап баратты. Ошол чынығы ошонда көрінішті екі дүйне боларын сездім мен. Екі дүйне бар екенін. Бұл дүйнеде біз жашап атабыз. О дүйнеде дағы қасиет деген, арбай деген, аяр деген, қайып назар деген ұлы жол бар екен. Екі жақ талашып қалды. Қайыптағы қасиетті бабалар, анан қарасы. Бұл емді шундай ала албайт деле. Мұны алып эле кетейлик дегендей. Атыги қайып назарлар, қайыптан біз мергендеп келгенбіз, көзөмөлдөп келгенбіз, қанына айланып келгенбіз, тек қасиетіне ойғотобуз, ориялық сезім салабыз. О дегенде сөз келе баштайт, дилдеріне бұша баштайт, тіліне күрмей баштайт, күй болып айлана баштайт, ақ болып жайыла баштайт, жалпы жұрт адамзатқа ұлы жолға батасын жая баштайт деп екінші тарап айта баштады. Ошо менен ортада турам мен. Ошол келген, муздап келген нерсе тура алқыма келди. Ошондо бабалар деген өлү ыраазы болсо тирүү оңолот, кайып назараз болсо иш оңолот деген сөзгө ишендим. Ошондо кайыптар, касиеттер, аталар, бабалар дегенде кыргыз эми үчүн урматтап сыйлап калган. Биз аз жокко чыгаратпайлыкпы? Бабалардын арбайы чыкканда, алардын жан арбайы кайып болуп, түбөлүктүү кызматта экенде. Муну ошондо уулум деп атты. Тигилер жеге баштады мени. Ошондо улуу касиеттүү бабалар, балам,
Оозун деп атты. Оозун деп атты, мен оозун десе, о деп оозума ачып аттым. Эми дилдериңе сал деп атты. Бышырып атабыз. Кана тилиңе күрме деп атты. Ошо менен мен ошол жакка ооп кеттим, аталар жакка. Ошондо дилиме салып, дээриме бышып, ошо кайнап калган нерсе анан тилиме күрмелеп анан гүү деп анан улуу сөз чыга баштады. Ошол 99-жылдын улуу сөздүн кээ бирин айтып калам. Ошондо кыргыздын сөзү Кудайга жакын сөз, кыргыздын сөзү жаратман сөз, кыргыздын сөзү күч кубаттуу, күүсү аябай улук, аябай күчтүү деген маалымат келе баштады. Айлант балам, айлант, оозун, оңдол, ооматка жалга деп эле бир оодан башка айта баштады. Оолияга асыр бол, оңдолуп кет, оң жагына бурулуп кет, оолияга сезимге байып кал, агарып кал, акталып кал деп эле ушинтип кете баштады. Анан ошондой бир аламдан келген улуу сөздөр менин дене башыма, жан дүйнөмө эргүү берип, күч алып, анан оргуштап анан төгө баштадым да. Мына ошол мезгилден баштап менин жан дүйнөмдө башка касиет бир уюп калды. Анда мен жаш элекем, 39-та экем. Ошондо 40га чамалап бараткан кезимде, анан бул кыргызда 40 деген сан да өзүнчө ыйык сан болсо керек. Ошо 40 баратам да, ошондо 1999 жыл. Анан 2000ге аттап атканбыз да. Муну ошондо эмеспи, кылым тогошкондо, кылым жаңырат эмди сага. Кыдырлап жылоолойсуң, кызырлап ыялайсың, оолуялап асырлайсың, оозунуп оңдолосуң, ооматыңа жалганасың, жамандыктан кайтасың, жакшылыкка жанасың. Сен бардык адамзатты бөлбө. Сен мээрим гана төгөсүң. Кара акты билбе. Дайыма акка моюн санасың дегендей сөздөр кайталанып, делебеме, дүйнөмө, дээриме уютуп аткандай болду. Аягында ушу кабыл ал деди. Кабыл ал деди. Анан ушул батаны мен баягы минтип койчу элем. Анан батаны тартканда колуңду көтөр деп, сыңар отуруп алып туруп, ошондо батаны мына татат деп, батанын өзүнүн беришин айтты да. Ошондо сыңар отуруп, анан батаны моундай кылып чогултуп келем, мага көп киши айтат, минтип бербейсизби дейт, мага ошондой болгон да. Батаны сен жыйнап бересиң дейт. Батаны жыйнап берет дейт. Моундай кылып туруп анан жыйнап берет, кол салаалары биригет дейт. Анан моундай жыйнап келатканда, мына карап туруңуздар, жыйнап келатканда, муну көрбөйсүзбү? Бешене келет, муну көрөсүзбү? Кашка келеби муну? Шыпалак. Кашка келдиби? Алдагы үстүндөгү 4 колуңуз бешениңизде турат, Анан жабылат, көрөсүзбү мындай? Жабылат, мына. Толук жабылат экен, мына. Мына жабылат мынакей. Мына жабылат экен да. Мына жабылып туруп, анан моундай кылып туруп, колду ажыратпай туруп, мындай кылат экен да. Мына ошондой кылат экен. Алган киши дагы ошондой эле, берген киши мамытып чогултуп жыйнап берип атса, алган киши мынтип тосуп турат экен. Могул жерде жылчык калтырбай. Анан бул киндиктен өйдө болуп турат төштөн, баталып турганда. Мына ошондой болуп турат да. Мына ошондой болуп туруп, анан бата сунулуп атканда, төгүлгөн бата төгүлүп кетпесин. Төгүлгөн бата касиет болуп дарысын. Төгүлгөн бата түпкүсүнө, пайдабалына бекемдесин деп, анан ушундай сезимде туруп, анан ага киши дагы, алган киши дагы омин дегенде мынтип туруп, мына ачылат кайра эле. Мына. Көрөсүзбү мына? Мына. Кайра мындай кылат экен. Мына ушундай кылып туруп, анан ушул иши мына бекемдедим деп туруп, анан мынтип туруп, ийкен болуп, ийилип, батасын алган экен да.